Осы жолы 6 айдан жоғары балаларға кітапты дұрыс оқыту туралы айтамын. Жалпы біз кітапты не үшін оқытамыз? Баланың сөздік қорын көбейту үшін, түсінігін қалыптастыру үшін, тілін дамыту үшін, кітапқа деген қызығушылығын ояту үшін оқытамыз. Кітап оқытып жатқан кезде ата-аналардың жіберетін қателігі, ертегі кітаптарын алса да, сол ертегін оқып береді. Сол жерде қалай жазылып тұр, солай оқып береді. Ол баланың түсінігіне әлі қиын. Өйткені бала кішкентай, 1 жасқа дейін бала өзінің күнделікті естіп жатқан бытовой тілдегі сөздерді жақсы түсінеді. Және де солай оның түсінігі жақсырақ қалыптасады. 1 жасқа дейінгі балаға кітап оқыған кезде, ертегі айтқан кезде, әңгіме айтқан кезде бытовой тілде 2-3 сөзден тұратын жеңіл қысқа сөйлемдермен түсіндіріп айтамыз. Орманның ортасында аю келе жатқанда, күн батып, орман түн жамылған кезде, оның шөптердің арасынан, ағаштың арасынан аю атып шықты деген сияқты нәрселер керек емес. Әзірге 1 жасқа дейінгі балаларға не істейміз? Зат есім және етістік. Зат есім және етістік. Зат есім және бір действие. Мысалға, мына жерде айтатын болсам, мысалға, піл мен кішкентай жолбарыс доп ойнап жүр, мысалы, мынан қара, балам допты гол деп теуіп жатыр, жолбарыс допты гол деп теуіп жатыр деген сияқты міне түсінікті, Жолбарыс қайда? Міне жолбарыс. Піл қайда? Міне піл. Мынау не? Допты не істейді? Допты гол деп тебеді деген сияқты. Және үйде де мысалы сіз өздеріңіз баламен допты гол деп теуіп ойнап жүрген болсаңыз, бала түсінеді. Доп деген ана нәрсе ғой, гол деп тебу деген ана нәрсе ғой деген сияқты баланың уже миында түсінік қалыптасып жатыр. Және соны да мына жерден көріп жатыр. Кітапты балаға дұрыс оқу бойынша 5 этапты ережені айтқым келеді сіздерге. Ең бірінші балаға кітаптағы жан-жануарларды таныстыру. Ең бірінші эмоция керек, балаға дауыс ырғағыңыз өзгеріп отыру керек. Түріңіз, бет-бетіңіз, эмоцияңыз, дауысыңыз бәрі өте маңызды. Сіз сол арқылы баланы кітап оқуға қызықтырып шақырасыз, баурап аласыз. Баланың сіздің қасыңызда тапжылмай тыңдап отыруына да сіздің осы жердегі эмоционалды байланысыңыздың маңызы өте зор. Мынау не? Мынау піл не істейді? Мынау не? Мынау жолбарыс не істейді? Олар доп ойнап жатыр. Доп қайда? Міне доп. Допты не істейді? Гол дейді. Тағы да мысалы, мына жерде кішкентай арыстанның баласы. Ой, мына қара, міне арыстан. Мына арыстанның баласы, бөпесі кішкентай. Ол не істеп тұр? Аузын деп жатыр. Ой, аузын деп ашып жатыр деген сияқты. Осындай қысқа сөздермен жан-жануарларды таныстыру, адамдарды болса таныстыру, тағамдарды болса, жеміс-жидектерді көрсетсеңіз, соларды таныстыру. Мысалға, мына жерде қоян тұр, Қоян, мынау автобус. Қоян, балам, мынау не? Мынау қоян. Қоян қайда? Міне қоян. Қоян жоқ. Қайда қоян? Міне қоян. Қоян жоқ. Міне қоян. Қоян қайда, балам? Міне қоян, міне. Өзіңізде указательный жестпен көрсетесіз, балада соны көрсетіп үйренеді. Яғни зеркальный нейроны бала сізді қайталайды, осылай көрсету керек екенін түсінеді. Мынау не? Брум-брум. Мынау не? Мынау брум-брум машина, автобус. Автобустың ішінде не бар? Қоян бар, автобустың ішінде аю бар. Мінекей осындай сияқты қылып, брым деп машина жүреді, автобус жүреді, бәрі ішінде отыр. Осындай сияқты таныстыру, бір сөзден айту, таныстыру, көрсету, іздеу, ол қайда, жоқ, міне деген сияқты осылай таныстыру. Бірінші указательный жестпен көрсетіп шықтыңыз, оны іздедіңіз, атын айттыңыз, атын сұрадыңыз, қайда екенін сұрадыңыз. Мінекей бірінші этап осылай оқып шықсаңыз болады. Екінші этап ол грамматика. Яғни баламен сөйлесіп жатқан кезде, ертегі айтып жатқан кезде, әңгіме айтып жатқан кездегі грамматика. Ол қандай болу керек? Ол зат есім, бейнелеуіш, еліктеуіш сөздер және етістік. Мінекей осындай грамматиканы қолдану арқылы оқытыңыз баланы. Негізінен бұл ережені өзімнің 0-ден бастап 2 жас аралығындағы балаларды дамытуға арналған 10 қадам атты авторлық жобамда айтатын едім, бірақ мен сіздерге осы жерде бөлісіп жатырмын. Бірақ қазір соңында айтамын тағы да ақпаратты. Егер сіз сол курсқа жазылғыңыз келсе, міндетті түрде жаңа жылға дейінгі мега жеңілдікті пайдаланып жазып қалыңыз. Ал толығырақ менің курсында интеллектуалды бөлімде ақпараттар көп болады. Зат есім және еліктеуіш, бейнелеуіш сөздер және де етістік. Мінекей осындай грамматикадан тұрады. Мысалға, мына жерде аю. Балам, аю.
аю қайда? Мынау аю қайда? Аю, міне, аю қалай жүреді балам? Аю доң қорбаң етіп жүреді, иә? Аю қалай жүреді? Тіпті өзіңіз орныңыздан тұрып, аяғыңызбен дүрсілдетіп, қорбаң етіп, осы движениені көрсетсеңіз болады, иә? Аю қалай жүреді деген кезде доң деп өзі сізге салып көрсететін болады. Мінекей осылай зат есім, бейнелеуіш сөз, еліктеуіш сөз және де етістік жүреді. Аю доң деп жүреді. Мысалға, мына жерде тауық ко-ко-ко деп жүгіреді, тауық ко-ко-ко деп жүгіреді, или цып деп жүгіреді. Мінекей осындай сияқты обязательно қасында бейнелеуіш, еліктеуіш сөздер болу керек. Жаңбыр қалай жауады? Тарс деп жауады. Тағы бірдеңе сияқты. Оны мысалға мынаның дауысы қалай шығады екен, мынаның еліктеуіш сөзі қалай екен, мынаның бейнелеуіш сөзі қалай екен деп басқа тұрудың қажеті жоқ. Өзіңіздің кәдімгі фантазияңыздан құрастырып алып айта берсеңіздер де болады. Просто балада сонымен ассоциация қалыптасады. Мысалға, мына жерде мынау не? Маймыл. Баламнан қара, маймыл. Ой, маймылдар оп деп секіріп жатыр. Оп деп ағашқа секіріп мініп алыпты. Мінекей осындай сөздер, иә? Мына жерде зат есім маймыл, еліктеуіш сөзіңіз, еліктеуіш, бейнелеуіш сөзіңіз оп деп айтып жатырсыз. Сосын мінді или секірді, иә? Не істеп жатыр деген кезде тіпті маймылды айта алмаса да, секірдіні айта алмаса да, оп деп сізге көрсетіп секіріп жатыр дегенді білдіреді. Немесе мына жерде банан жеп отыр. Баламнан қара. Маймыл банан жеп отыр. Бананды ням деп жеп отыр. Мына жерде еліктеуіш, бейнелеуіш сөздер ням, иә? Бала банан ням. Осы жерде даже балаға суретті көрсеткен кезде ням деп айтады. Соның өзі баланың түсініп жатқандығы туралы белгі береді. Мына жерде кішкентай қасқырдың мұрнын ара шағып алған. Біз басында тек ара ештеңені қараған жоқпыз. Мынау қасқыр, аю деп шықтық та, екінші этапқа келген кезде мынаны қара балам, мына жерде ара бар. Ара деп ұшты да, деп мына жер жаңа мұрнын шағып алыпты деген сияқты айтатынбыз. Сол кезде Мансұр кітапты көрген кезде мына араны айтады, деп бүйтіп қолмен жасайтын. Сонда міне араны айта алмаса да, шақты дегенді айта алмаса да, ол жаңа бейнелеуіш, еліктеуіш сөздерді дегенді айтып жатыр. Бала, значит, түсініп жатыр деген сөз. Именно осы бетке келгенде араны көрген кезде ол дейді. Басқа кітаптан біз өткен жол араны көріп қалдық. Араның бәрінің суреті бірдей ғой. Соны көрді де деп айтып жатыр. Ол 1 жасында мысалға, мен ойлаймын өте керемет көрсеткіш деп. Енді үшінші этап туралы айтамын. Мысалға, осы бір ғана кітаппен сіз әрдайым оқыған кезде оны әртүрлі қылып балаға берсеңіз болады. Басында мысалға тек қана бақамен, мына жерде мысалға мына суретте қарасаңыз, мына жерде бақа отыр, мына жерде аю. Біз басында кітап оқыған кезде, жаңадан осы кітапты таныстырып жатқан кезде тек қана бақасын, мынау аюын көрсетеміз. Біз аю қайда? Аю міне, бақа қайда? Бақа міне, жаңағыдай бетін жауып тастап қайда деп аш міне көрсетіп, осындай қылып жасасаңыздар болады. Одан кейін еліктеуіш сөздерді қосып айтатынбыз. Бақа не істейді? Бақ деп секіреді. Аю не істейді? Қорбаң деп жүреді деген сияқты, иә? Одан кейін үшінші этап сөздерді айналасындағы уже қосымша суреттерді байқаймыз. Мына жерде мынау не тұрған? Мынау ағаш тұр. Мынау не балам? Мынау су. Бүл деген су. Судың ішінде балықтар бар. Мына жерде гүл бар. Гүлді не істейміз? Деп иіскейміз. Гүл күшті. Гүлді қараш. Иісі қандай. Мінекей осылай сияқты айналасындағы заттарды байқаймыз, уже соған дейін тоқтатамыз, баланың сөздік қорын көбейтеміз, ұзақ әңгімелейміз, олар не істеп тұр, олардың эмоциональный байланыстарын, мынаған шақырып жатыр, кел деп жатыр, пока деп жатыр деген сияқты уже қосымша олардың эмоциональный байланыстарын, мынаған шақырып жатыр, кел деп жатыр, пока деп жатыр деген сияқты уже қосымша сөздерді, қосымша әрекеттерді қоса бересіз. Бұл үшінші этап. Мына жерде мысалға мамасы бөпесін құшақтап айналайын деп жатыр деп, мысалы сіз өзіңіздің балаңызды да құшақтайсыз, сондықтан ол сезімдерді, ол әрекетті, ол сөзді барлығын біледі. Мына мамасы, мына бөпесін айналайын деп құшақтап жатыр. Міне осы картинаны Мансұр өте жақсы көреді. Именно осы кітапты барып алып келеді, осы бетін ашып жібереді, мені келіп
деп құшақтайды, айналайын деп айта алмаса да жабысып құшақтайды. Мінекей өте күшті. Одан кейін біз осы картина иттерді, мысықтарды бәрін айтатынбыз. Одан кейін мына жерде отыр, креслода отыр, кач кач деп ойнады, качаться етті деген сияқты. Осылай қосымша сөздерді көбейтіп, суреттің барлығын бейнелеп, әдемілеп айта бересіздер. Баланың түсінігі қалыптасып, баланың сөздік қоры көбейетін болады. 4-ші этап осы жаңағы сіздердің оқып жүрген кітаптарыңыздан алып, енді сіз сұрақ қоясыз. Балам, мынау кім? Мынау не істеп жатыр? Мама деп айтады. Мынау кім? Бөпесі деп айтады. Мамасы мен бөпесі не істеп жатыр, балам десең, айналайын деп айтып жатыр. Мына жерде тағы да бір сурет бар еді ғой. Жерде мысалға балық, иә? Балық судың ішінде жүзіп жүр. Балық не істейді, балам? Балық буль деп жүзеді. Мысалға әрекет бар, дыбысы бар, звукоподражание, жаңағыдай еліктеуіш, бейнелеуіш сөздер бар. Мінекей бала соны қайталайды. Мысалы, мынаны балық деп, мен балам қазір енді сөздерді айтып жүр. Өздеріңіз инстаграмда көріп жүрсіздер, жайлап бастап сөздерді айтып жүр. Ұқсастырып айтады, дәл таза айтпаса да ұқсастырып айтады. Және де звукоподражаниені, еліктеуіш, бейнелеуіш сөздерді біледі. Мына бетті ашқан кезде балық буль деп айтады мысалға, иә? Баланың тілінің де тез шығуына көмектеседі. Осылай мен берген методтармен оқытсаңыз, осылай айтсаңыз, балаңыздың тілі тез шығатын болады. Мысалы, мына жерде қасқырлар. Мына қасқыр не істеп жатыр? Қасқыр у деп ұлып жатыр, иә? Қасқыр не істейді? Қасқыр у деп айтады. Мысалға, міне суретте басын көтеріп, қасқыр ұлып тұр. Сондай сияқты әрекеттерді, звукоподражаниені сөйтіп көрсетеміз, иә? 5-ші этап баланың оқып жатқан кітабы және баламен арасында интерактивный байланыс болу керек. Оны қалай жасаймыз? Мысалға, сіз оқытып жатқан кезде мынау мысық, мынау топ, мынау тышқан, мынаны қара, тышқан қайда жоқ деп қана қоймайсыз. 5-ші этапты іске қосасыз. Бала, мынаны қара, тышқан не істейді? Деп жүгіреді. Мына кітаптың үстімен жүгіріп келеді де, сіз оны баланың үстінен жүгіртіп алып кетесіз. Мына тышқан былай аяғын жыбырлатасыз, қолын жыбырлатасыз, мойнына жыбырлатасыз, басына, бала қытыққа келеді. Сондықтан келесі жолы ол мына кітаппен байланыс, интерактивный байланыс болған кезде кітап оживляется, кітап тіріледі. Бала оны қызықтайды. Қазір мына бетіне келген кезде сіз сөйтіп ойнататын күтіп отырады. Және де келесіде осы бетті ашып қалған кезде сізге деп өзі айтып, сізге қарай өстіп келеді. Өте күшті. Біз сөйтіп оқимыз. Жаңағы осы тышқан бар. Одан кейін жерде ара бар. Мына суреттегі жаңа араны да солай, иә? Ара деп мұрнын шағып алды. Мынаны қара, кішкентай қасқырдың мұрнын ара шағып алды. Араны қара, ара ұшат деп ара мұрнын шағып алды. Ой, мұрнын шағып алды. Сосын оны араны аласыз да, сіз деп баланың мұрнына қондырасыз, иә? Соның барлығын бала бүйтіп күтіп отырады. Интерактивный байланыс деген бала мен кітап арасында осындай болады. Бізде эмоциональный байланыста болу керек. Мысалға, ара шағып алғаннан кейін алақай деп қуанбайды, ой, мұрным ой деп жылайды деген сияқты мынандай эмоциональный байланысты да көрсетіңіз, иә? Қай кезде қуанады, қай кезде жылайды, не істейді деген сияқты жүгіріп көрсетіңіз, секіріп көрсетіңіз. Баламен бірге кітапты осылай тірілтіп, интерактивный байланыс жасап оқытсаңыздар, балаңыз кітапты күшті оқитын болады, тіл байлығы керемет дамитын болады, түсінігі өте жақсы қалыптасатын болады. Сіздің соңыңыздан қуып жүріп кітап оқытқызатын болады. Және тағы да маңызды ереже, кітаптың жиналып тұратын орны болу керек. Үйде бір зона болу керек. Кітабы сол жерде үнемі жиналып тұру керек. Және де кітаптың барлығы осылай бетімен балаға қарап тұру керек. Монтессори әртүрлі кітап сөрелері бар. Wildpress-тен, Каспиден жазсаңыздар шығады. Барлығы баланың қол жетімді жерде тұру керек. Және де осылай кітаптардың барлығы жанымен емес, былайдан былай, мінекей, былай емес. Бала оқи алмайды, бала көрмейді. Баланың кітаптарының бәрі 6 жасқа дейін мінекей осындай күйінде сақталу керек. Осылай көрініп тұратын болу керек бетімен. Бала өзі қай кітаптың ішінде не бар екенін біледі, қай кітапты оқысы келген кезде бала өзі әкеп береді. Кітап оқып болғаннан кейін балам, жүр кітапты орнына қойып жинаймыз деп көрсетесіз. Балам, кітапты алайық десеңіз, үнемі сол жерден барып аласыз. Бала оны жаттап алады. Мысалға, қазір Мансұр 1 жаста өзі кітабын барып, үнемі кітап оқысы келгенде сол жерден барып алып келеді. Мен, например, ойнап отырамын да,
кітап оқыту керек кезде балам бар кітабыңды алып кел десем, жүгіріп барып сол жерден кітабын, өзі ұнатқан кітабын алып келеді. Сосын болғаннан кейін кітабыңды барып жина орнына қой десең, сол жерге апарып уже қояды. Балада мінекей осындай да түсінік қалыптасады. Сондықтан осындай маңызды ережелерді естеріңізге сақтап қойыңыздар. Және де кітап оқуға қатысты әртүрлі сұрақтарыңыз туындайтын болса, баланың жасына сай әртүрлі, сонда да балам кітап оқымайды, бәрібір де кітапқа қызықпайды деп жатсаңыздар, ол жерде негізінде түрлі ескеретін моменттер бар. Баланың темпераменті, баланың қабылдау каналдары, аудиал ма, визуал ма, кинестетик па, осының өзі де маңызды рөл ойнайды. Және де сенсорика тұрғысынан гипер немесе гипотип па, оны да анықтау керек. Оның барлығы өте маңызды факторлар. Баланың обучениесіне, барлығына әсер ететін маңызды факторлар. Оның барлығы мысалға зрительный, гиперчувствительный балаға бытқыштыққа суреттері бар нәрселер, оның фокусын, оның вниманиесіне әсер етеді. Есту жүйесінде гиперчувствительный балаларға адамның дауысы өте әсер етеді. Гипертип болса, бала әртүрлі осындай пищащий, қатты громкий дыбыстарды жақсы көрмейді, оларға қоңыр дауыс керек болады. Ал гипотиптер болатын болса, оларға дауыстың ырғағы, дауыстың мысалға күштілігі, оның барлығы маңызды рөл атқарады. Неге әр баланың осындай әртүрлі өзінің ерекшеліктері болады. Соны анықтап, соған сай әрекет ету өте маңызды, ата-ананың басты парызы мен міндеті. Сондықтан осы туралы ақпараттың барлығын толығымен развернутым виде мен өзімнің 0-ден бастап 2 жас аралығындағы балаларды дамыту бойынша 10 қадам атты курсыма енгіздім. Сол жақтан қазіргі таңда жаңа жылға дейінгі аралықта мега скидкамен бірнеше курстарымды қатарынан ала аласыздар. Ол туралы менің инстаграм парақшама өтіп, дайректіме өтіп жазсаңыздар болады. Төменде WhatsApp-қа да сілтеме бар, сол арқылы өтсеңіздер де болады. Мен сіздерге кері байланыс беретін боламын. Ата-ананың ой, мен балам кітапқа қызықпайды, кітап оқымайды, балам андай, балам мындай деп балаға жауап тастап, жауапкершілікті балаға сілтеп тастауға болады. Немесе ізденіп, білім алып, балаңыздың қандай типке жататын барлығын анықтап, оның қабылдау каналдары қандай екенін анықтап, соған сай әрекет етіп, соған сай кітаптарды таңдап беріп, соған сай баланың қызығушылығын ашып көмектесіп жіберсеңіз, балаңыз болашақта мектепте озат болып, болашағында жарқын үлкен жетістіктерге жетіп, сізге алғысын білдіріп, ал сізді үлкен өзінің керемет жетістіктермен қуанта беретін болады. Сондықтан саналы ата-аналардың қатарынан болыңыздар. Менің жобама қосылып, балаңызды бірге сапалы дамытуға шақырамын. Құрметті достар, именно осы кітапты ал, мінекей мына кітапты ал деп тек қана бір ешқандай да реклама емес. Бұл сіз кітапты өзіңізге ұнайтын, ішінде жақсы суреттер бар, анық суреттер бар кітаптарды алуға кеңес беремін. Бұл менің үлкен қыздарымның кітаптары, осының ішінде бізге суреттері ұнайды, анық әртүрлі жаңағыдай суреттері бар, жеке дара, мысалға сиыр, басқа нәрсемен араласпаған. Сондықтан осы кітаптарды біз өйстіп оқимыз, және де әртүрлі осындай орысша кітаптар, ертегі кітаптары ішіндегі суреттеріне қарап аламын мен. Сосын сол суретте мына жердегі ертектердің кейбіреулерін тіпті оқымағанмын. Мен дәл сондай қылып айтып беріп жатқан жоқпын. Мен өзім құрастыра берем, суретке қарап, суретте не болып жатыр, соны айтам балаға, сол маңыздырақ қазіргі таңда. Содан кейін мынау кішкентай тілмаш дейді, 1000 теңге тұрады екен. Мен баяғыда 11 жыл бұрын алған кітаптарым. Бұл жерде мысалы мынандай керемет суреттер бар екен. Мынау тіпті наклейка алынады. Соны алмағанбыз ғой әлі. Мынау доп, мынау машина, бұрым, мынау велосипед, мынау кукла деген сияқты. Мына жерде аю, мінекей. Сөйтіп ойнатуға болады. Бұл наклейкасында бөлек қолданып бір жерге сөреге, холодильникке бір нәрсеге жабыстырып қойып, күнде соны көрсетіп жүрсеңіз болады көз алдында. Мысалға, ол да күшті техника айтпақшы. Мен Фатима мен Аминаларда да қолданатынмын. Мысалға, жардың 4 қабырғасына бір жағына допты жабыстырып қойсам, бір жағына аюды жабыстырып қоям, бір жағына мысалы көбелекті жабыстырып қоям. Сосын течение күннің үйде жүрген кезде балам аю қайда, көбелек қайда десем, именно сол жаққа басын бұрып қарайды. Сонда балада уже жаңа аю деген кезде аюдың мына жақта тұрған пространствоны ориентацияны дамытады, және сөздік қорын да дамытады, түсінігін де қалыптастырады. Өте жақсы. Сондықтан мінекей осындай кітаптарды ала берсеңіз болады. Енді мынаның ішінде, тілмаштың ішінде именно сол ғана ортасындағы наклейкалары солары күшті екен.
Содан кейін осындай сияқты суреттер енді көп емес, көбінесе бұл тапсырма ғой, ол мектепке даярлық кітаптары. Сондықтан именно осы кітапты ал демеймін, бірақ сондай сияқты суреттері анық сондай кітаптарды алсаңыздар болады. Мысалға ағылшын тілі кітабы, бізге осы жерде семья бар, бөпе бар, мамасы папасы бар, мамасы сүйіп жатыр деген сияқты, атасы көтеріп жатыр деген сияқты осындай суреттерді әңгімелеуге қарап ала берсеңіздер болады. Кейбір кітаптар бізге сыйлыққа келген. Мысалға мына жерде мынауда бір осындай орысша кітап сыйлыққа келген. Мына жерде мысалға аю кішкентай бөпе, аю мамасы, мынау бөпесі деп төсекте ұйықтайын деп жатыр. Міне кесесі бар қолында. Аю айтты, су ішем деп айтты. Мамасы, мә су іше ғой деп айтты. Су беріп жатыр мамасы. Балам, су ішесің бе? Мә су іше ғой деп айтты. Мысалы, мен күнде баламнан су ішесің бе деп сұраймын. Өзі келіп су ішетін жерді көрсетіп, саусағымен алып келеді су ішетін кезде. Мысалы, сол сияқты мына бала деп су ішіп жатыр, суды қалай ішіп жатыр деп ішіп жатыр. Біз мысалға бір тоже кішкентай сурет болды, қызық историяны айтып берейін. Кішкентай ғана кесе, осы бір қай кітапта екенін білмеймін, бір кітаптың ішінде. Сосын келмей саған шай құйып жатыр да, чайник тұр, екі кесе тұр, кел шай құяйық деп ана суретті алып деп қолыма қойып жатырмын ғой, деп сосын мынаны бүйтіп алып деп өзім ішіп отырсам, балам менің қолымда деп менімен бірге ішіп жатыр да, стакан да жоқ, дым да жоқ, просто бүйтіп ұстап тұрмын соны. Сол имитацияны бала интерактивный ойын қылып жасап отырмын ғой, соны жасап мысалға ішіп жатыр, иә. Сондықтан солай сияқты әрбір затты ойынға айналдырып жіберіп отырсаңыздар болады. Айтпақшы, егер сізде кітап алуға мүмкіндік болмай жатса, дүкенге аралап шыға алмай жатсаңыз, интернеттен, Google'дан күшті суреттерді тауып алыңыз, распечатать етіп шығарып алыңыз үйден, қиып бәрін жабыстырып қойсаңыздар болады. Немесе сол күйінде ұстап әрбір бөлмеге жабыстырып қойсаңыздар болады. Әртүрлі картинкалар болады, сол жерде жаңағы арасы бар, қасқыры бар, ұлы отырған тағы да басқасы бар, соның действиесі бар. Соның барлығын распечатать етіп алып, сонымен де ойнасаңыздар болады. Сонымен де әңгімелесіп, сонымен де күшті ертегі құрастырып беруге де болады. Оның барлығы сіздің фантазияңызға байланысты. Видеоларым сіздерге ұнап жатса, бөпесі бар аналардың барлығына жіберіңіздер, олар да үйренсін, көрсін, және де міндетті түрде тіркеліп қойыңыздар, лайк, комментарий басып қойыңыздар. Менің